Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрылыстар, практикалық жұмыс. Бүгінгі сабақтан роботты көрсетілген градусқа бұру үшін бағдарламалар жасауды үйренетін боласың. Бұл тақырыпта біз сызықтық алгоритм ұғымымен танысатын боламыз. Роботтың қозғалған кезінде бұрылыс жасау программасын құруды үйренетін боламыз. Қозғалыс кезінде бұрылыс жасау үшін гироскопиялық датчиктерді қолданамыз. Сызықтық алгоритм дегеніміз бір реттен ғана орындалатын командалардың тізбегі. Сызықтық алгоритм барысында командалар бірінен соң бірі қатаң белгіленген тәртіппен орындалады. Роботтың шаршы бойымен қозғалуы екінші суретке назар аударамыз. Бұл роботтың шаршы бойымен қозғалу алгоритмі. Бірінші 2 секунд алға қарай қозғалады. Екінші робот 9 градусқа оңға бұрылады. Үшінші 2 секунд алға қарай қозғалады. Төртінші робот 90 градусқа оңға бұрылады. Бесінші 2 секунд алға қарай қозғалады. Алтыншы робот 90 градусқа оңға бұрылады. Жетінші 2 секунд алға қарай қозғалады. Роботтың шаршы бойымен қозғалу программасын практикалық тұрғыда құрастырып көрейік. Ең әуелі, өз компьютерімізде орнатылған Lego Mindstorms бағдарламалық жасақтаманы ашып аламыз. Плюс батырмасын басамыз. Циклды таңдаймыз. Программаны құрастыру алдында гироскопиялық датчиктің бастапқы мәндерін сброс нөлдік көрсеткішке келтіруіміз қажет. Одан кейін роботтың қозғалысы үшін моторды тәуелсіз басқару блогын таңдаймыз. Цикл саны 4-ке тең. Робот шаршы бойымен жүріп өту үшін 3 рет бұрылады. Егер цикл санына шектелмесе, онда робот шаршы бойымен тоқтаусыз қозғалыста болады. Біздің бағдарламамыз дайын болды. Енді роботымызға жүктеп көрейік. Мінекей оқушылар, біздің бағдарламамызға сәйкес роботымыз шаршыны жасап жүріп өтті. Дәл осылай өздеріңде жасап көріңдер. Келесі практикалық жұмысымыз бұл сақшы роботы. Гироскопиялық датчикті роботқа қолданып, күнделікті өмірде адамның қызметін ауыстыратын жобаларды жасауға болады. Солардың бірі ретінде, мысалы, әскери сақшының іс-қимылын жасайтын сақшы робот жобасымен танысайық. Төртінші сурет. Егер әскери сақшының қозғалыс алгоритмін жазсақ, ол төмендегідей болады. Тура алға 10 қадам жүреді, сол жағына 90 градус бұрылып қарайды, оң жағына 180 градусқа бұрылып қарайды, оң жағымен артқа қарай 90 градусқа бұрылады. Келген жолымен кері қайтады. Сақшының орындайтын жұмысын сақшы робот қайталай алатын программа құрастыруымыз керек. Ол үшін сақшының қозғалыс алгоритмін робот программасына аударайық. Сақшы роботтың қозғалысының алгоритмі: алға 2 секунд қозғалады, сол жағына 90 градусқа бұрылады, 1 секунд жан жағына қарайды, оң жаққа 180 градусқа бұрылады, 1 секунд жан жағына қарайды, оң жағына 90 градусқа бұрылады, артқа қарай 2 секунд қозғалады. Келесі программаны құрастырып көрейік. Lego Mindstorms бағдарламасына өтеміз. Жаңа бет ашып аламыз және программасын құрастырамыз.
Мінекей оқушылар, бағдарламамыз дайын болды. Енді роботымызға жүктеп көрейік. Мінекей оқушылар, біздің бағдарламамызға сәйкес роботымызда жақсы жұмыс жасап тұр. Дәл осылай өздеріңде практикалық жұмыс жасап көріңдер. Келесі үйге тапсырма: 9-шы суретте берілген программа блоктарына талдау жаса. Бұл программа орындалғанда қандай нәтиже алуың мүмкін? Себебін түсіндір.